1976 жыл Топыраққала ауылында күн сайынғы тіршілік өз ырғағымен жүріп жатқан. Көктемнің жылы самалы өскен шақ. Халық сапқаза, бір егінде, бір мал басында. Көп балалар мектепте сабақ оқып жүретін. Сол жылдар ауылда бір ерекше оқиға ел есінде қалды. Ауылға Алматыдан бір топ қазақ әртістері келеді деген хабар тарады. Клубтың алдында дайындық басталып, мектеп оқушылары өлең жаттап, көркемсөз оқуға қызық дайындалып кетті. Сол кезде ауылдың атақты шофері Қақаға ауылдың жүктерін, адамын, тіпті қонақтарын да өзі таситын. Қонақ күту үлкен мәртебе. Шай үстінде ауылдың үлкендері қонақ деген Құдайдың назары түскен үйге келеді деп айтатын. Әртістер келген күні клубта ине шаншар орын қалмайды. Шал-кемпірлер алдыңғы қатарда, жастар мен балалар, оқушылар соңғы қатарға. Сол кезде бір оқушы қыз, Сәуле деген қыз, сахнада Сәкен Сейфуллиннің өлеңін оқып, қонақтарды тәнті қылады. Сол қыз кейін мұғалім болып, сол ауылда еңбек етті. Кешке қарай ауылдың ақ жаулықты аналары самауын қайнатып, сары май, бауырсақты дастарханға толтырып қояды. Қонақтармен бірге ауылдың үлкендері, ақсақалдары төрде отырып шежіре айтып, ән шырқап отырады. Сол бір кештің әсері талай жанның жүрегінде сақталып қалады. Сол кезде теледидардың бұрынғы әңгіменің дәмі, дастарханның берекесі мен көрші-қолаңның мейірімі басты байлық еді. 1981 жылы желтоқсан айы, желдің беті суық, бірақ ауыл ішінде ерекше бір жылулық бар еді. Сәуле Алматыдан дипломын алып, Топыраққалаға жас маман ретінде қайтып келе жатты. Қолында бір шелек алма, арқасында шабазаны, жүзінде сағыныш пен қуаныш қатар. Автобустан түскенде Қақаға баяғы газонмен қарсы алды. Біздің Сәуле келді ме? Оны автобус енді жай ғана темір емес, білім алып қайтқан қызды жеткізген алтын арба болды ғой деп күліп қарсы алды. Ауылда оны бәрі сағынған. Апасы сарымай мен құрт бауырсақ әзірлеп қойған. Көршілерде бірі сүт, бірі ет алып келіп жатты. Ал Пішен апай ұстаз Сәулені көре сала, қызым, енді мына мектеп саған аманат деп құшақтап көзіне жас алды. Сәуле ауыл мектебінде қазақ тілі мен әдебиет пәнінен сабақ беріп бастады. Балаларға Абай, Мұқағали, Бейімбетті сүйіспеншілікпен оқытты. Әр сабағы бір спектакль өтетін. Тіпті бұрын әдебиетке қызықпайтын ауыл баласы да енді кітап оқуға әуес бола бастады. Күндер өте берді. Сәуле мұғалім ғана емес, ауыл руханиятының тірегіне айналды. Ол мәдениет үйін қайта жандандырды, кітапханасын жаңғыртты, тіпті Топыраққала жастарының көзайымына айналды. Балаларға жазу үйірмесін, домбыраны, тағы да басқа көптеген өзінің білімді жетістіктерін туралы айтып, соларға бағыт бағдар беріп отырды. Солардың бірі Шәргүл есімді қыз бала кейін Алматыға оқуға түсіп, белгілі ұстаз болды. Ауыл өзгерді, жаңа заман келді, бірақ Сәуленің шуағы мен ауылдың шежірелі жылығы еш өзгермеді. Бір күні ауданнан үлкен делегация келіп, Сәуленің үздік ұстаз, мәдениетті жанашыры деген атақпен марапаттады. Сол күні бүкіл Топыраққала, бүкіл ауылдың баласындай қуанды. Адам баласы туған жерден алыстап, білім іздеп өмір сүріп кетуі мүмкін, бірақ жүрек қайда, шежіре қайда десе ауылда, сол Топыраққалада деп жазды Сәуле өзінің кітап қойын дәптеріне. Мен оқыған және авторы Рүстембек Емекбайұлы.